Құдай адамға көп тыңдасын деп екі құлақ, аз сөйлесін деп бір ауыз берді. Тәтті болсаңыз сізді жеп қояды, ащы болсаңыз түкіріп тастайды. Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы сөз қозғамайды. Байлығыңды тіріңде бөліп бер, өлгеніңді ешкім күтпейді. Біреудің қайғысында бәрі ақылды. Үлкен көлеңке көрсете алатын кішкентай адамдар бар. Біреуден құтылғыңыз келсе, оған қарызға ақша беріңіз. Әркім өзінің деңгейінде сынайды. Әлем адамның көптігінен емес, жоқтығынан, адам болып қалмауынан құриды. Ата-аналар балаларын сөйлетіп үйретсе, балалары сөйлемеуге үйретеді. Білім көп жеріңізді алмайды. Егер мәселені ақшамен шешсеңіз, ол мәселе емес, ол шығын. Бәріне жақсылық істеген адам ешкімнен алғыс ала алмайды. Нағыз бай адам қолындағы барына шүкір еткен адам. Алтын мен кітап бірдей жерге түссе, кітапты алыңыз. Білмеймін деген кісі, білемін деген кісіден де көп біледі. Тәжірибе деген адам өзінің жіберген қателіктерін айтатын сөз. Кемелдік жоқ жерде әділдік жоқ. Бір қарыз екі адамды ұйықтатпайды. Алдын болжамаған артта қалады. Егер ақымаққа ақыл үйретіп отырған данагөйді көрсең, екі ақымақ көрдім деп есептеуіңе болады. Егер қызғаныштың көңілі түссе, оған бақытсыздық келді деген сөз емес, біреудің бақытты бола бастағанының белгісі. Сізді жақсы көретін ортаға анда-санда ғана барыңыз. Сіздің келгеніңізге қуана қоймаған жерге ешқашан аяқ баспаңыз.